Менің алтындарым, қымбаттыларым, бұл саршаян, яғни скорпион сіздерге 2026 жылға арналған жұлдыз жорамал. Қандай жұлдызнамаға қарау керек? Өте маңыздысы бұл күн белгісі, асцендент және ай белгісі. Үшеуінде қарау керек, себебі олар бір-бірін толықтырады. Тіпті асцендентіңіз немесе айыңыз скорпион болса да, бұл әсер бәрібір сезіледі. Туылған сәтте ай қайда болғанын және сіздің ай белгіңіз қандай екенін қараңыз. Егер сіз өз асцендентіңізді және ай белгісін білмесеңіз, видеоның астына өз инстаграмды жазып қоямын, маған жекеге жазсаңыз болады. Туған күніңізді, ай жылыңызды және туылған уақытыңызды дәл жазсаңыз, сол бойынша нақтырақ жауап беруге тырысамын. Бұл сіздерге арналған 26 жылғы жұлдыз жорамал. Саршаяндар үшін 26 жылғы ең маңызды оқиға Уранның сіздің 7-ші үйден шығуы. Уран бұл секторда шамамен 8 жыл болды, ал 7-ші үй қарым-қатынас, неке, серіктестік аймағы. Соңғы 7-8 жылда кейбір саршаяндарда мүлдем қарым-қатынас болмады. Себебі Уран қашықтық, еркіндік, тұрақсыздық береді. Біреулерде ара қашықтықтағы қарым-қатынас болды, бірде бірге, бірде бөлек. 7-8 жыл бойы біз бірге ме, бөлек пе деген сұрақтың жауабы болмады. Тіпті үйлену туралы ұсыныс та түспеді. Егер енді Уран 7-ші үйдің шекарасынан өтіп, одан мәңгілікке шығады. Бұл сәуірдің соңына, нақты айтқанда 27 сәуірде болады. Уран өте қуатты планета, әсіресе ол секторға кіргенде немесе шыққанда 27 сәуірден кейін сіздер мына сұрақтарға нақты жауап алатын боласыздар. Біз бірге қаламыз ба, жоқ па, үйленеміз бе, бірге тұрамыз ба, әлде жолымыз екіге айырыла ма? Бұл шешім қабылдайтын уақыт. Тоқтап тұру енді мүмкін емес. Айрық жолда тұрсыздар. Енді бір бағытты таңдау керек. Уран 7-ші үйден шыққанда күтпеген неке де болуы мүмкін. Бұл неке шетелдік адаммен, басқа тілдегі немесе басқа мәдениетті адамның болуы ықтимал. Жас айырмашылығы да айқын болуы мүмкін. 10 жас және одан да көп. Тіпті немесе неке арқылы иммиграция, басқа елге көшу де мүмкін. Бұл адамдардың мамандықтары да әдеттен тыс сіздің әлеуметтік ортаңызда ұқсамауы мүмкін. Сіз бұрын тіпті елестетпеген адаммен қарым-қатынас бастауыңыз мүмкін. Мысалы, өзіңізден 15 жас үлкен немесе қара нәсілді, немесе 10 жас кіші Қытай қызы болу секілді. Уран тосын сыйларды жақсы көреді. Жалпы алғанда Уранның 7-ші үйден шығуы өте жақсы жаңалық. Соңғы жылдары көптеген саршаяндар ажырасты, серіктестіктен айырылды. Уран еркіндік планетасы. Егер қарым-қатынас сізді тұсаулап дамуға кедергі келтірсе, ол аяқталды. Бұл сізге шын мәнінде лайық адам кездестіру үшін қажет болды. Енді Уран 8-ші үйге өтеді. 8-ші үй бұл қаржы, бірақ тек жеке табыс қана емес, басқа адамдардың ресурстары арқылы келетін ақша. Айта кету керек, 7-ші үй тек махаббат емес, іскерлік, серіктестікте. Сондықтан келісім шарттардың аяқталуы, бизнес серіктестікпен жолдың бөлінуі де мүмкін. Ал 8-ші үйде Уран күтпеген табыс көзін әкелуі мүмкін. Біреу сізге жаңа технологияларға, жасанды интеллектке байланысты бизнес ашайық деп ұсыныс айтуы мүмкін. Уран инновация, интернет, онлайн бизнес, криптовалюта, жаңа ақша жүйелері. Ақша тек ақша емес, бұл ресурстар. Мысалы, біреу сізге үйді тегін уақытша тұруға мүмкін беріп қалады. Уран бұл 7-ші үйде болады, 7 жыл болады. Уран бұл 7 жыл бойы болады бұл үйде.
Тағы да бір нұсқа күтпеген жүктілік. Себебі 8-үй құпиялар мен ұрықтану аймағы. Жасырым қарым-қатынастар, терең жақындық, сенім де осы үймен байланысты. Сіз өзіңізді мүлдем басқа қырынан тани бастайсыз. 8-үй эмоция, психология, психотерапия және мүмкін сіз психологқа баруыңыз мүмкін, немесе осы саланы оқи бастауыңыз мүмкін. Эзотерика, астрология, емшілік, шөптермен емдеу бәрі де мүмкін. Бұл өзіңізді терең тану кезеңі. Зиянды әдеттерден, тәуелділіктерден арылуыңыздың уақыты. Ал қаржы тұрмысына келсек, келесі 7 жылда қаржылық жүйеңіз түбегейлі өзгереді. Несие, қайта қаржыландыру, алимент, мұрагерлік, серіктестіктің табысы, мемлекеттік көмек, гранттар, инвестициялар. Тіпті серіктесіңізді табуға табысының өзгеруі мүмкін. Жұмысын, бизнесін ауыстыруы ықтимал. Енді Сатурн мен Нептунға келейік. 26 жылдың басында олар сіздің 6-шы үйіңізге кіреді. 6-шы үй бұл жұмыс, күнделікті өмір, тәртіп, денсаулық. Өмір салтыңыз түбегейлі өзгереді. 27 қаңтарда Нептун, 15 ақпанда Сатурн кіреді. Бұл ұзақ мерзімді өзгерістер. Сатурн құрылыс, тәртіп, жауапкершілік, ал Нептун шабыт және руханият. Жұмысыңыздың ауысуы, бизнес ашуыңыз мүмкін. Қашықтықтан жұмыс істеуге көшуіңіз мүмкін. Денсаулыққа көбірек көңіл бөле бастайсыз. Тамақтану, спорт, анализдер, санаторий және клиника. Кейбір саршаяндар үшін жұмыс ана болуы мүмкін. Бұл өзгерістер кемінде 2 жыл, ал Нептун әсері 14 жылға созылады. Бұл өмірлік әдеттердің, тұрмыстың, денсаулықтың толық қайта құрылуы. Сіз өзіңізді әлде қайда жақсы сезінесіз. Юпитерге келсек, 26 жылдың алғашқы жартысында 30 маусымға дейін Юпитер 9-шы үйде болады. Бұл салалар шетел білім, кеңею, визалар, иммиграция, шетелдік жылжымайтын мүлік, оқу, кітап шығару, оқыту. Ал 1 шілдеден бастап Юпитер 10-шы үйге кіреді. Бұл мансап, бедел, жетістік. Амбицияңыз артады, өзіңізге сенім күшейеді. Қызметте өсу, жалақының көтерілуі, бизнес кеңею, неке, ата-ана мәртебесі бәрі де мүмкін. Тұрғылықты жерде жақсарады. Көшу, үлкен үйге, жақсы локацияға, иммиграция болуы мүмкін. 26-шы жылы 4 тұтылу болады. 14 ақпан 4-үй. 4-үй дегеніміз ол үй, отбасы, жылжымайтын мүлік. 3 наурызда 11-үй достар, ортамыз. 12 тамызда 10-үй мансап, статус. 28 тамыз 5-ші үйде болады. Махаббат, шығармашылық, балалар және жеңіске қатысты. 28 тамызда мүмкін лотереядан ұтып қаласыз. Ал Венера 3 қазаннан 14 қарашаға дейін кері қозғалыста болады сіздің белгіңізде. Бұл кезде үйленуге, пластикалық операцияларға, қауіпті қаржылық шешімдерді қабылдауға болмайды. Қарым-қатынастарды қайта бағалау кезеңі. Меркурийдің кері қозғалысы 26 ақпаннан 20 наурызға дейін, 29 маусымнан 23 шілдеге дейін, 24 қазаннан 23 қарашаға дейін. Сізге ең қатты әсер ететіні осы 24 қазаннан 13 қарашаға дейін. Қазан, қараша айларында Венера мен Меркурий екеуі қатар керіп, екеуі де кері қозғалады. Бұл өткенді аяқтау уақыты. Міне осындай өте маңызды және терең тағдырлы 26 жыл күтіп тұр, қымбатты саршаяндарым. Сіздерді жақсы көремін жаңа жылдарыңызбен. 26 жылы сіздерге тек сәттілік әкелсін. Сау болыңыздар.